Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай салаттың түрін жасап көрсеткім келіп тұр. Алдымен астыдағы тұрған подписаться бөлімін басып, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Ең алдымен бізге баклажан керек болады. Баклажандарыңыздың ұзынша түрін таңдағандарыңыз дұрыс. Одан соң бір бас қызанақ, бір штук чеснок, бір жұмыртқа және салат жапырағы, панировочный сухарий керек болады. Панировочный сухариктің мен осындай түрін қолдандым. Одан соң ұн керек. Тазалап жуған баклажандарымызды ұзынша етіп тураймыз. Турағанда баклажандарымыз неғұрлым жұқа болса, соғұрлым жасап жатқан салатымыз дәмді болып шығады. Осылайша баклажандарымыздың барлығын турап дайындап алдық. Одан кейін бір жұмыртқаны жарып, үстінен кішкене тұз қосып араластырып жібереміз де баклажандарымызды алып, бірінші ұнға малып аламыз. Одан соң жұмыртқаға бір салып алып, панировочный сухарийдің үстінен аунатып аламыз. Барлық баклажандарымызды осылай жасап бір жерге жинап аламыз да, содан соң пісіреміз. Мен осылай барлығын бірден дайындап алдым. Одан соң табадағы қызып тұрған майдың үстінен біртіндеп салып пісіріп алдым. Және бұл кезде майдың қатты қызып тұрғаны маңызды. Қатты қызып тұрған кезде салып пісіру қажет. Ал егер майымыз қызбай жатып пісіретін болсақ, пісіріп жатқан баклажанымызға май сіңіп қалады да, біздің жасап жатқан салатымыз майлы, дәмсіз болып қалады. Сол үшін майды қыздырып барып салып пісіреміз. Осылай екі жағын аударып, түсі қоңырқай түске енгенше жақсылап пісіріп алдым. Міне біздің баклажандарымыз пісіп шықты. Енді ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін майонез бен чеснок керек. Осындай майонездің үстіне чеснокты үккіштен өткізіп, майдалап қосып жібереміз. Жақсылап араластырып аламыз да, ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Қызанақ пен салат жапырағын майдалап турап аламыз. Мен қызанақты жоқа ұзынша етіп турадым. Жұқа етіп турасақ, ораған баклажандарымыздың арасынан шығып кетпейтін болады. Салат жапырағы жұмсақ болғандықтан ірі-ірі етіп турай салдым. Міне біздің салмамыз дайын. Енді майонезді баклажандардың үстіне жағамыз. Сіздер қалауларыңызға қарай осындай майонездің арасына укроп қосып жіберсеңіздер де болады. Осылай қызанақты салып, үстінен салат жапырағын салып, орап жібердім. Барлығын дәл осылай етіп орап шығамыз. Егер сіз видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, астына комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жаза кетіңіздер. Осындай қазақ тілді каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қосып, подписаться бөлімін басып, арнаға тіркеліп, қоңырауша белгіні баса кетіңіздер. Міне біздің салатымыз дайын болды. Дәл осылай салатымыздың түрі де, дәмі де өте керемет болып шықты.